Бүгінгі саннан көретіндеріңіз. Ринат Зайытов премьер-министр Олжас Бектеновке жолдаған депутаттық сауалында су тасқынына кінәлі министр мен әкімдерді жазалауды талап етті. Жауапкершілік алудан қашып, жұмысты бір-біріне сілтеп отыратын қызметкерлер мен жергілікті ірі компаниялар әрекеттері жазалануы тиіс. Әкімдіктегілер су тасқынына көмектеспек түгілі қазақ жинап берген азық-түлікті қоймаға жасырып, зардап шеккендерге әлі таратпаған. Бұлар енді гуманитарлық көмекке де қол сұғайын деді ме, сукалар? Да чего вы на склад его прячете? Раздайте людям. Су тасқыны қаупі төніп тұрғанда Атырауда 55 миллион теңгеге бәйге өткізілмек болған. Айтып отырмын ғой, бұларға бәрібір. Тоқаев әйелдердің құқығын қорғап, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін заңға қол қойды. Бұл заңның кері жақтары да бар. Какая глупость? Это Алла, я сейчас выгляжу вот так. Это я уже 4-й день принимаю магний водород. И вы видите уже нормальное мое состояние. Жолдасымда давлениесі бар да. Ол да жақсы болды, давлением жақсы дейді. Көзінің зрениесі, менің де көзім шамалы көреді енді. Бастағым қазір көріп жүр. Ой, тамаша. Қаншадан іштіңіз күніне? Неше капсуладан іштіңіз? Бір капсуладан іштім. Обедтен кейін ішемін. Постоянно 2,5-да. Сосын бүгін бітіп отыр, сол жанталасып алды. Сонда қанша уақытта іштіңіз? Бір капсула 31 ай іштіңіз осында? Тура бір ай бір капсуладан іштіңіз, е? 5-інде алғам декабрь. Көріңіздер, қандай керемет, бір капсуладан осында керемет результат алуға болады. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум, ел үмітін ақтаған, намысын нанға сатпаған, елінде апат болғанда, жастығында жатпаған қасқыр мінез қазағым. Әттең қазіргі мәжіліске аз да болса билік берсе, елімізде әділет орнар ма еді? Бұлай деп отырғаным, ел басына қиын қыстау кезең туғанда, министрлер хайфа-байт етіп камераға ойнап жүрсе, Ринат бастаған депутаттар қазақтың қасынан табыла білді. Осы жоғарыда айтылған тұрғындардың жанайқайы және аса ауыр жағдайын сіздерге жеткізе отырып, жедел түрде төменде көрсетілген арыз талаптарға сәйкес мәселелерді шұғыл шешіп орындауды талап етеміз. Құлсарыны аралап, суға кеткен Жылыойдың қазіргі ахуалын көріп, көрмегенін халықтан біліп қайтқан Зайытов Астанаға келе салып, премьер-министрге депутаттық сауал жолдады. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасы премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектеновке жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, басқа түссе баспақшыл деп атам қазақ айтқандай, біздің елге тағы бір үлкен сынақтың келгенін бәріңіз білесіздер. Бір топ депутат бұл хабарды ести сала өңірлерге аттандық. Ондағы мақсатымыз халықтың жағдайын көзбен көріп, арыз талабын өз аузынан естіп, үкіметке жеткізу еді. Бүгінгі депутаттық сауал менің сөзім емес, әулетімен әуреге түсіп, баспанасымен мал мүлкінен айырылып, тілсіз жаумен тайсалмай күресіп жатқан ержүрек қазақ халқының сөзі деп білгейсіздер. Біріншіден, тосыннан келген топан суды қанша жерден табиғи құбылыс десек те, апатқа кінәлі адами салғырттықтар да бар. Дәлелмен айтсақ, Атырау облысы мен Құлсары қаласының маңынан заңсыз салынған су бөгеттері, жергілікті биліктің көктемгі су тасқынына әлсіз әзірленгені, сын сағатта абдыраған жұрттың әрекетін үйлестіре алмауы да осындай салдарға кеп соқты. Бөренеден аттаймыз деп есеп беріп, сіріңкеге сүріне беретін үкіметтің шалағайлығы жауапқа тартпаса жалғаса береді ғой. Сондықтан президент айтқандай, жауапкершілік алудан қашып, жұмысты бір-біріне сілтеп отыратын қызметкерлер мен жергілікті ірі компаниялар әрекеттері жазалануы тиіс. Шынымен де, бөренеден аттаймыз деп есеп беріп, сіріңкеге сүріне беретін мемлекеттік органдарды жауапқа тарту керек. Тартқанда да плотно жазалау керек. Сонда ғана біздің көкмиларға ақыл кіретін шығар. Солай емес пе? Сіздерден сұрайыншы, осы су апатына тікелей қатысы бар шенеуніктерге қандай жаза қолданған дұрыс? Қызметінен шығару керек пе, әлде шығарып қана қоймай соттау керек пе? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Сіздердің ойларыңызды біліп жүрейін. Жалпы айтқанда, осы су тасқынының басты себептері тек қана табиғат емес. Дамбы салуға бөлінген ақшаны жеп қойған жемқор әкімдердің тікелей кінәсі де бар бұл жерде. Құрсын соны Қонаев атамыз салған
бөгетшелер 30 жылдың ішінде жаңартылмаған екен ғой. Ал әкім болып келген нақұрыстар мен отырғанда ештеңе болмайтын шығар, кішкене шыдай тұрса екен, мен кеткеннен кейін жарылып кетсе де өзі білсін деп бөлінген қаражатты қалтаға басып алып жүре берген ғой. Міне енді осы сорлылардың кесірі қазаққа тиіп жатыр. Ой, оны айтасыз, біздің әкімдер бюджеттен бөлінген ақшаны жеп қана қоймай, су тасқынына көмек ретінде жұрт жинап берген азық-түлікті қоймаға жасырып, зардап шеккендерге әлі таратпаған. Зачем на склад? Вот она мне говорит, что это на склад. Вот. Для чего вы на склад его прячете? Раздайте людям. Это гуманитарка, это не ваша, не моя, не ее. Это люди собрали. Здесь 100 Поэтому... солдат, да? 100 солдат. Мы Да. Вот посмотрите, Ты будешь кормить, да? Ты будешь кормить? Люди кормят, но не вы. Люди кормят. Люди кормят. Весь поселок кормит, вы. Вот. Вы что, кормите Это сами они лично, что ли? благотворительность. Что ты сделал для поселка? А? Что Что? ты сделал? Что Иди на именно? валы, поработай. Работаем. Как не видел? А кто солдатам бани Не вы. предоставляет? Вы что ли вы, ходите? не вы. Вы ходите? А кто? Я хожу. Вы ходите? Да. Вот вы обманщик. Мой зам Я договорился. Мой зам договорился на все бани. Вы Можете что обманываете? Вы Всё, что иди. обманываете? Иди своей дорогой. Вы куда эту картошку, все эти продукты везете? А? Мы на склад везем. На склад взять? Для чего? Это гуманитарка, раздайте людям. Нечего прятать. Понимаете? Вот смотрите, Аким Сельского Даринского округа прячет гуманитарную помощь. Вот смотрите. Дәл осындай жағдай Петропавл қаласында да орын алған. Жергілікті халыққа азық-түлік жетпей жатыр. Я жетпей жатыр. Народ, все, давайте по-тихому выстроимся, остатки, что есть, кому раздадим. Просто вот сзади меня еще пацаны такие же, мы едут, грузятся. Вот так посмотришь, потом даже ехать неохота, из-за вас драки, потом менты нам штрафы еще лепят, по итогу. Ал енді волонтерлардың түсірген мына бір видеосына назар аударыңыздаршы. Прием, где этот волонтерский, где этот собирается же все. Пункт приема в Петропавловске, здесь лопат хоть закопайся. Короче, продукты питания здесь аж вагонами вот. Воды здесь вообще километр, короче. До того, говорит, уже все завалили, говорит, уже места нету, говорит, принимать некуда, говорит. Так что этот, можете угомониться чуть-чуть. Вот это все вода, вот это вот, все вода, здесь все забито, говорят. Байқағандарыңыздай, қазақ нан сұрап кезекте тұрғанда, ел жинаған дүние қоймаларда берекесі шашылып жатыр. Білесіздер, бұл бекерден емес, ертең су тасқыны тоқтағаннан кейін әкімдік бұл заттарды талан-таражға салып бөліп алады. Апат кезінде гуманитарлық көмекке қол соққан үкіметтен енді не күтуге болады? Айтыңыздаршы, ұятсыздар. Бұл құбыжықтардың жыры мұнымен бітпейді. Бұл арсыздар су тасқыны қаупі төніп тұрғанда Атырауда 55 миллион теңгеге бәйге өткізбек болған ғой. Ойлаңыздаршы, менің миым қорытпай отыр. Қалай сендерге қазақ қиналып жатқанда осындай идея келді, а? Қазақтан қорықпасаңдар да Құдайдан қорықсаңдаршы. Бұлардың басты құдайы ақша екенін ұмытып кете беремші. Айта кетейін, Қазгидромет Атырауда 20-25 сәуір аралығында мол су келеді деп болжам жасаған. Су деңгейінің биіктігі 6 метрге дейін жетуі мүмкін. Осы сәтте бәйге болып жатса, қызықтың көкесі сонда болар еді. Қызық дегеннен шығады, естіген шығарсыздар, Тоқаев әйелдердің құқығын қорғап, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін заңға қол қойды. Қасым-Жомарт Тоқаев қоғамда көп талқыланған 2 заңға қол қойды. Бұл маңызды құжаттар әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Бұған дейін 2022-23 жылдардағы жолдауында мемлекет басшысы зорлық-зомбылық үшін жауапкершілікті күшейтуді тапсырған еді. Осылайша заңның кей тұстары әкімшіліктен қылмыстық жазаға ауысты. Демек, әйелдің денсаулығына жеңіл жарақат келтіргендер, ұрып соққандар бұрынғыдай жеңіл желпі құтылмайды. Енді бірден қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Өте дұрыссаң, толық қолдаймын. Бірақ таяқтың екі ұшы болады. Әйелдің де жақсысы бар, жаманы бар. Айтайын дегенім, бұл заң сайқал қатындарға жақсы болды. Қит етсе баламен қорқытушы еді, енді соттаймын деп еркекке жала жауып, дүние мүлкін бопсалайтын әйелдердің өнерін тамашалаймыз ертең. Көресіздер ғой, оған қоса балаға қол көтерсеңіз де ата-ана құқығынан айырыласыз. Кейбір шешелер бар, баласын үгіттеп, әкем ұрды деп айтсаң, айфон әперемін деп алдап, санасы жетілмеген сәбиді пайдаланып, күйеуіне қарсы құрал ретінде қолданатын. Ақымақ жасөспірімдер де бар, ертең папа маған телефон ананы мынаны әпермесең, заявление жазып жіберем десе, не істейсіздер, а? Қазір жаңбыр жауса да еркектер кінәлі, жел соқса да еркектер кінәлі. Бишімбаевтың соты әйелдерге қатты әсер еткен сияқты. Өз басым әйелді ұрған еркекті жек көремін. Оларды еркектер санатына да жатқызбаймын. Алайда мен айтқан жаңағы нюанстарды да ескерген жөн.
айтуларыңыз мүмкін, ойбай, онда әйелге қол көтермесін деп. Дұрыс, қол көтермесін, қолдаймын. Десе де, ұрмаса да ұрды дейтін ақылсыз әйел бар, сөйлесе соқты дейтін санасыз бала бар. Олар ертең жала жауып жіберсеші. Осындайлардың кесірі отбасым деп отқа түсіп жүрген жазықсыз жігіттерге тиіп кетеді деп ойламайсыздар ма? Ол жігіттерді кім қорғайды? Барлық еркек жаман емес қой. Ертең осы заң еркектерге де әсер етеді. Ой, нафиг үйленбеймін, бәлесінен аулақ деп жүрген сүрбойдақтар көбейеді. Қыздар байсыз қалады. Артынан не болады? Қазақтың саны өспей қалады. Өзінше бір әйелдер Америкада митингіге шығып жүр. Әйелдің құқығы қорғалсын деп айғайлап. Сол қатындар шынымен ел тағдырын ойласа, еліміз суға батып жатыр деп неге көмек сұрап ұрандатпайды? Су тасқынында үйсіз қалған әйелдер де бар. Олар да қазір қорғансыз далада қонып жүр. Сол үйсіз қорғансыз қалған әйелдерге неге айтпайды әйелдер? Еркек жаман деп бәле болды. Қайда кірсең де комментарий оқысаң да еркектерден жаман адам жоқ. Еркек жаман болса, онда байға тимеңдер, еркектерге жоламаңдар, ажырасыңдар, күйеулеріңді соттатып жіберіңдер. Өйткені біз жаманбыз ғой. Өздерің әйелдер болып жиналып алып, өмір сүре беріңдер. Айтайын дегенім, қыздар, әр нәрсенің өлшемі болады. Соны ұмытпаңыздаршы, және арандатушылардың арбауына түспеңіздер. Біз сіздерді сүйеміз және бағалаймыз. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Біз қасқырмыз, осыны ұмытпаңыздар.